Мгм. Так, сәлем достар. Бүгін біз ағылшын тіліндегі әріптердің бірге тұрғандағы дыбысталуларымен танысатын боламыз. Мысалға, мұнда EA. Қазір үлкейтіп қояйын, кішкене үлкейтіп сіздерге көрсетейін. EA. Қараңыздар, EA және екі E келіп тұр. Олар бізде екеуі де қосылып E деген дыбыс береді. Мысалға, сөздер алатын болсақ, сары өрік, персикке. PH деп жазылады, бірақ біз бұны peach деп оқимыз. Сол сияқты екі И әрпінің қатар келуі, мысалға, agree деген сөз бар, agree келісу, осы жерде де agree И деген дыбыс береді. Келесі ол бізге I, G, H үш әріптің қатар келуі, яғни I, G, H. GH деп оқиды, бұны көбісі IGH дейді. Ол бірақ I деген дыбыс береді. Мысалға, мына жерде Hi деп оқылады. I. Тағы да бір сөз. Мысалға, мына жерде сайгх деп оқуы мүмкін, бірақ бұл сайт деп оқылады. Сондай дыбыстар береді. Келесі бізде екі Ү әрпі қатар келіп, У деген дыбыс береді. Мысалға, ол бізде кітап сөзін алатын болсақ, бұл яғни екі Ү, У деген дыбыс береді екен. Келесі біздегі екі қос әріп, ол SH әріптері Ш деген дыбыс береді. Мысалға, brush, slash дейтін болса, осы жерде ол Ш деген дыбыс беріп тұр. Кеттік ары қарай. Сион, тион деп дословно оқысақ, осындай әріптер қатар келсе, ол шын деп дыбысталады. Мысалға, position, позицион деп жазылып, position деп оқимыз. Solution деген бар. Solution деп жазылады, бірақ келесі бізде TH әрпі кейде сақау С болып оқылады, кейде сақау З болып оқылады. Мысалға, мына жерде сақау С. Thank, рахмет, алғыс деген білдіреді. Think, ойлау дегенді білдіреді. Мына жерде сақау С. This, немесе мына жерде together. Together. Яғни бұл жерде сақау С болып тұр. Келесі CH, ол Ш деген дыбыс береді. Мысалға, көп мысалдар келтіруге болады. Check, мысалға, бұл жерде check деп оқымаймыз, check деп оқимыз. Келесі бізде CK. CK, К деген дыбыс білдіре. Мысалға, пак, паск деп жазылады, бірақ пак деп оқимыз. Келесі GN, KN әріптері, гын, кын деген сияқты, бірақ ол ны деп оқылады. Мысалға, orange,
деп жазылады, бірақ pouring деп жын оқымаймыз. Еще blue деген сөз бар бізде. Күніру деп жазылады, бірақ біз оны no деп оқимыз, иә? No деп оқимыз. Осы, так, тағы да бір әріп бар, ол W мен H-дің қосылған түрі. Олар кейде O деп оқылады, кейде O деп оқылады, кейде Х деп оқылады, W оқылмайды. Мысалға алатын болсақ, не деген сұрақ, қандай деген сұрақ, бізде what, what болады. Кейде кім деген сұрақ болса, мысалға мына жерде W оқылмайды, who деп оқимыз. Who. Мына жерде what, мына жерде who. Міне, осылай екі әріптер қатар келіп, қандай дыбыс беретіні туралы айттық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Goodbye. See you next lesson.